Қайырлы күн достар, өте дәмді әрі әдемі болып шығатын сүзбелі қамырдан дайындалатын рогаликінің рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, менің видеоларыма лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Достар, сіздермен бірге несібелі видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі 250 грамм сүзбе, яғни творог, оған бір жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне 100 грамм қант қосамыз да, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне ванилин қосамыз, мұны қоспасаңыздар да болады. Тағы да жақсылап араластыратын боламыз. 100 грамм сары майды ертіп алып, араластырамыз жақсылап. Ұнымызды бөліп саламыз, үстіне разрыхитель қосамыз. Жақсылап жұмсақ қамыр илейміз, оны холодильникке 15-20 минутқа қоятын боламын. 15 минуттан соң қамырымызды аламыз, дөңгелек форма етіп жаямыз. Рогаликелерімізді осылай орайтын боламыз. 200 градуста 20 минутта пеште пісіріп аламыз. Сүзбелі рогаликелеріміз дайын болды. Үстіне осындай қант ұнтағын сепсеңіздер де болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мені қолдап жүріңіздер. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп өтіңіздер. Сіздермен болған несібелі ас болсын. Сау болыңыздар достар.